Мен Құрманғалиев Кеңесбек, Іле ауданы Кәссек ауылының тұрғынымын. Осы ауылдағы ауылдық кітапхананың тұрақты оқырманымын. Кітапхана ашылғаннан бері кітапханамен жиі байланыс жасаймын. Қазір алдымызда ұлы жеңістің 75 жылдығы келе жатыр. Осы ұлы жеңісте майдангерлермен қатар жеңіске өзінің үлесін қосқан тыл еңбегінің ардагерлерінің үлесі дағы өте зор. Осы тыл еңбек ардагерлеріне арнаған өзімнің өлеңімді оқып берейін. 1941-1945 тарихтағы бұл жылдар санамыздан мәңгі өшпес. Миллион жандар оқ құшты, миллиондар мүгедек, жесір қалған жас жұбай, қарттар қайтып күн көрмек. Қираған қала қаңырап, боздады дала күңіренді, жылаған ана қамығып, жетімек бала еңіреді. Қайнады қаны халықтың, рухы қайсар өшпеді, бар мақсат жауды жеңу деп бекініп ішті.